Бәріне сәлем, видеоның атын оқып, қатты қызығып кеткен шығарсыңдар. Бұл қандай сиқыр ұбт-ға 1-2 жыл дайындалмай грантқа түсе салатын деп. Бірақ бұл ешқандай миф немесе өтірік нәрсе емес, расымен бар зат, және бұл ішкі грант. Алдымен ішкі гранттың не екенін анықтап алайық. Бұл геонлайн оқушыларына берілетін бір екінші дем секілді. Яғни геонлайнға келетін оқушылардың барлығы грантқа түсудің бір емес, екі мүмкіндігі бар екенін біліп келеді. Бұл жоба алғаш рет геонлайнда 2023 жылы іске қосылып, әлі де өз жұмысын жалғастырып келеді, және бұл тек оқушыларды емес, сонымен қатар олардың ата-аналарының да өз баласы үшін уайымын азайтатын бір керемет мүмкіндік болып табылады. Алғаш 2023 жылы осы жобаның пилотты версиясы басталғанда біз Эммануил университетінен серіктестік орнатып, 2 оқушымызға ішкі грантты табыстаған болатынбыз. Ал 2024 жылы бұл гранттардың саны 21-ге артып, Эммануил университетінен бөлек UIB, КАУ және ЕТУ университеттерін қамтыған болатын. Прям әлі есімде 2024 жылы Эммануилдан ішкі грант ұтып алған Жансая деген оқушымызға грантты табыстаған кезде олардың ата-анасының жүрегі елжіреп, анасы мен әкесі офисқа келіп шашу таратқан болатын. Дәл осы эмоцияларды әр оқушыға, әр ата-анаға қайта сездірту үшін біз 2025 жылы гранттар санын арттырып, оқушыларымызға одан да мықты топ универлермен серіктестікті ұсынған болатынбыз. Олар Эммануил, Нархоз, КАУ, АЛТ, ЕТУ және АЙТУ университеттері болып табылады. Енді сендерде біраз сұрақ туындаған шығар, бұл расымен бар нәрсе ме, немесе бұл нәрсені қалай ұтып алуға болады деген. Осы сұрақтарында алдын алып, біз өзіміздің бұрынғы ішкі грант иегерлерін шақырып, сол қызықтыратын сұрақтарында қойған болатынбыз. Сондықтан, егер сендер де грантқа түсудің екінші мүмкіндігін алғыларың келсе, видеоны прям соңына дейін қарап, каналға тіркеліп, видеоға лайк басуды ұмытпаңдар. Мен атым Алтынай, мен геонлайн 2024 жылғы түлегімін. ЕТУ университетінде қазір ішкі грант арқылы оқып жатырмын. Мен ұбт-дан негізі 102 балл алғам, нағыз ұбт-дан. Сол кезде, бірақ мен мамандығыма логистика ол жетпей қалды, сондықтан мемлекеттік грант берілмеді. Біз ата-анамызбен, уже отбасымызбен ойлағанбыз, что платный основаға барамыз ба деп. Бірақ сол кезде маған Гүлім апай звондайды, сөйтіп құттықтаймын, сен ЕТУ университетіне ішкі грант ұтып алдың деп. Мен ол кезде далада отырған едім. Сол кезде үйге жүгіріп келіп, кухняға мамаға есігімді ашамын да, мама, менде грант деп айқайлаймын, ол түсінбейді не болып жатқанын. Содан кейін кішкене отырып, чай ішіп, уже бүкілін түсіндірген едім. Ішкі олимпиада 3 кезеңнен тұрады. Солар арқылы, соның бәрін өтіп, балдарды қосу арқылы ішкі грант олимпиадасын жеңіп алуға болады. Бірінші тур ол тест болған, математика және географиялық сұрақтар, екінші тур эссе және видео, және үшінші тур университетпен сұхбат. Оқушыларға кеңесім ұбт-дан еш қорықпау, өйткені бұл жай бір өмірдің қиындығы сияқты, бұл мен өмір тоқтап қалмайды, тек қана жалғастыра беру керек. Жұмыс жасасаң, соңында бәрібір өз мақсатыңа жетесің. Менің есімім Гүлімжан. Мен КАУ университетінде туризм мамандығында оқимын. Геонлайнның 2024 жылғы түлегімін және де ішкі грант иегерімін. Мен бірінші ұбт мен екінші ұбтың особо айырмашылығы болған жоқ. Арасы бір-ақ балл болу керек. Біріншіде 94, екіншіде 93 алдым. Но оған қанағаттанбадым. И уже ішкі грант алған кезде андай бір жағынан үйдегілердің финансовый жаққа да қатты ауыртпашылық болмайды. И өзіңде де грантта оқыған кезде басқаша чувство болады да. Еще қазір менде бірге оқып жатқан студенттер де бар. И олар әр айға бөліп төлейді ғой. И уже андай кейде проблема болып қалады. Кейде бізде даже 5 теңге, 10 теңгесі алып кеткен кезде ол пеня болып, одан сайын финансовый не болады, ауыртпашылық болады. Ал грант болған кезде ол думайымсыз жүресің, главный гранттан құлап қалмау керек. Ол грантты маған берген кезінде менің қасымдегі ағам болды. Мен ол кезде Алматыда болдым, ал үйімдегілер Таразда, мен өзім Тараздікімін. И үйімдегілер Таразда болды. И там ол жақта бір мейрам болып жатты, есімде жоқ. Грантты береді, и ағам екеуміз звондаймыз. Мамалар ана жақта мейрамдатып жатыр, мынаны естіп вообще андай күшті чувство да. Бірінші кезең тест болды, географияда, және де IQ тексеретін тест болды. Есімде жоқ, былай особо главный математика екен есімде. Тоже мен өзім класстасым, бір жағынан құрбым, үйге шақырып алам. Уже тестке кіруге 2 сағат қалады. И мен өзім андай қобалжып тұрмын да, бір жағынан ұмытып қалам ба сұрақтарды. Менде қобалжыған кезде сондай чувство көп болады. И уже подругам шақырып алам. Ондай чувство болмайды. И бірге тапсырамыз. Оны өтем, бірінші кезеңнен өтем. Екінші кезеңде эссе жазу керек болды. Ол жерде
әртүрлі тақырыптар болды. Мен қателеспесем, өміріңдегі ең ерекше оқиға деген бір не болды, тақырып болды. Соған жаздым, өзімнің атам туралы жаздым. Яғни екеуміздің арамызда болған бір оқиғалар, күшті кездер, қалай мені атайтын ол кісі, сол сияқты нәрселерді жаздым. Қателеспесем 250-300 сөз болу керек, есімде жоқ. Ол кезде ол еще мынандай бір қызық болған. Оны Word форматында өткізу керек болды. Мен ананы ноутбукта тарқын етемін. Телефонын ашсам, дұрыс емес көрсетпейді, андай қанша страница болғаны. Мен түсінбеймін, ондай Wordқа көбінесе етіп эссе дегендер жазбаймыз. Гүлім апай сол кезде олар тексеріп, жаңа тексеретін адам бар ғой, екінші турды. Соған жіберетін сол менің Гүлім апайым болды. Сол кісіге жіберем, екеуін жіберем, біреуін ноттан жіберем, біреуін телефоннан жіберем. Қайсы дұрыс ашып тұр ма деген сияқты ондай қобалжу болды да. Техникалық ақаулар болып өтпей қалам ба деген сияқты. Соны өткіздім, одан кейін видео түсірдік, тоже екінші турдан да өттім. Үшіншіде универмен сұхбат. Бірінші кезеңде ол уақыт жағын үнемдеу, өйткені ол жерде уақыт береді. Қанша уақыт беретін есімде жоқ, бірақ аз уақыт, ол сен барлық ойыңды жинақтап ол жерде есіңе түсіріп, қандай сұрақтар болатынын білмейсің, алдын ала дайындалды болмайды, қандай параграфтерден келетінін білмейсің, сондықтан сен барынша уақыт жағын бірінші білетін сұрақтарыңды барынша істеп кетіп, артынан тура сол ұбт-дағыдай, ұбт-ға бізге де солай кеңес беретін, бірінші өздерің білетін сұрақтарды істеңдер, потом артынан қиындарын деп. Сол бірінші кезеңде тайм менеджмент сақтау, екінші кезеңде барынша көркем сөздерді қолдана білу, ойыңды ашық жеткізе білу, жазатын әңгімең болсын, басқа да бір оқиғаларың болсын, барынша қызық болуы, және де видеода сенің барынша креативің, қаншалықты креативті түсіресің, және де оны қаншалықты басқа достарыңа жіберу арқылы охват жинайсың. Үшіншіде ол барынша сенімділік. Өйткені көп адамдарда басқа адамдардың алдында сөйлеген кезде қобалжу болады, дұрыс ойын жинақтай алмай қалады, сөйлей алмай қалады. Менде де болған ондай нәрсе. Менің есімім Аңсаған, мен дәл қазіргі уақытта UIB университетінің туризм факультетінде оқып жатырмын. 2024 жылғы геоонлайн курсының түлегі болып табыламын. Менің нағыз ұбт-дағы жинаған ең жоғары ұпайым 97 балл болды. Ішкі грант маған өте үлкен мүмкіндіктер берді. Дәл қазіргі уақытта Алматыдағы ең авторитетный деген университетте оқып жатырмын негізі тегінен. Ал егер осы ішкі грант болмаған уақытта мен 97 баллмен туризм факультетіне грантқа түсу ол мүлде мүмкін емес болды енді шынында. Ал ақылыға түсу менің жағдайымда кішкене мүмкін емес теу болып тұрды. Оны отбасылық жағдайға байланысты. Ал осы геоонлайнның арқасында, яғни ішкі гранттың арқасында ғана дәл қазіргі уақытта жоғары оқып жатырмын. Мен сол ішкі грант жайында айтқан уақытында осы Алматыда болатын, оларға телефон арқылы жеткіздім. Оның үстіне жұмыста болдым. Олардың эмоциясын сезетіндей болған жоқ, себебі мен тек WhatsApp арқылы жаздым ғой. Олар шынында сенген секілді, енді құттықтап жазды. Ішкі грантты осы геоонлайнда оқып жатқан уақытта, ішкі гранттар өзінің конкурсы болды. Сол кезде бірінші IQ тест болды, географияның тесті болды. Кейіннен эссе жазып өткізген болатынмын. Сосын ең соңғы этапы ол видео болды. Reels салғанбыз. Кейіннен оған өзіміз просмотр жинап, сол арқылы кейіннен шықты жауап. Тек осы еді. Ішкі грантқа енді тапсыратын оқушыларға өздеріңіздің алдарыңызға келіп тұрған мүмкіндікті жіберіп алмаңыздар. Қандай мүмкіндік болмасын, оны қолдануға тырысыңыздар. Бұл ішкі грант, жалпы подушка безопасности сияқты ғой, ертең сіздердің мемлекеттік грантқа түсетіндеріңізге ешкім 100% кепіл емес. Сол себептен қолдануға, жалпы осы ішкі грантқа қатысуға кеңес беремін.